математикада минус таңбасына қатысты өте көп қателіктер жіберіледі. Қазір сол минус таңбасыменен шұғылданайық. Ең қарапайым мысалдардан бастап, одан әлдеқайда күрделі мысалдарға дейін қарастыруға тырысып көрейік. Ең бірінші, өте қарапайым мынадай мысалдарды қарастырайық. Сандарды қосу, азайту. Мысалы, ең қарапайым 5 азайту 3. Бұл әрине бірінші, екінші, үшінші сыныптардағы балалардың шығаратын есебі. Ең жеңіл, бірақ сонда да болса қарайық. Әрине, бұл екіге теңдеп кез келген бастауыш сыныптың оқушысы айтып бере алады. Бірақ дәл осының өзінде бір мән беретін мәселе бар. Сандардың таңбасы. Негізінде бұл мынадай мағынаны білдіреді міне. 5 дегеніміз ол плюс 5, яғни 10 таңбалы сан. Ал минус 3 дегеніміз ол негізінде жақшаның ішіндегі теріс сан деп ұғынуға болады. Сонда міне плюс 5-ке минус 3 деген теріс сан қосылып тұр деп түсіну керек. Міне қарапайым есептің өзінде сандардың құпиясы бар екен. Оны шындығына келгенде кейбір балаларымыз біле бермейді, ұмытып қояды немесе. Ал енді нәтижесі қандай болды? 2 дей саламыз біз. Негізінде плюс 2 тұр ол жерде. Яғни бұл құпияны ашқан кезде біз нені түсініп тұрмыз? Неге мән беру керек дегенде, оң сандардың плюс таңбасы негізі жазылмайды екен. Бірақ ол таңба бар екенін білуіміз керек. Өйткені ол есеп шығарғанда өте қажет болады. Міне, өте қарапайым деген арифметикалық есептің өзінің мұны осындай құпиясы бар. Барлық минус таңбасының қиындықтары мен осы жерден бастап басталады. Осыған мән беру керек. Келесі мысал. Енді мынадай болсын. Мысалы 7 қосу 4 деп тұр дейік. Күлкілі мысал сияқты. Сонда да қарастырайық. Әрине бұны сұраудың да қажет жоқ, тіпті айтудың да қажет жоқ. Соның өзінде бұл жерде де тура алдыңғы айтқанымыздай жасырын таңбалар бар. 7 емес, плюс 7 тұр. Және плюс 4. Яғни 2 10 таңбалы сан, 2 10 санында қосып тұр екенбіз. Сол кезде плюс 11 шығады. Яғни біз сәл болса да енді қорытындылай бастасақ болады. Бірінші мысалдан оң сан мен теріс санды қосқан кезде олар азайтылады екен. Сонда оң сан шығады екен. Тағы да қайталап айтам, оң сан мен теріс санды қосқан кезде оң сан шығады. Оң сан мен теріс сан азайтылады. Және нәтижеде оң сан шығады. Ал енді оң сан мен оң санды қосқан кезде оң сан шығады. Бұл екінші мысал. Айырмасын жақсылап қарап, есте сақтап алу керек. Енді мысалдарымыз біртіндеп қиындай бастайды.
бірақ түсінуге болады. Бір жақсылап түсініп алсақ, минус таңбасы біз үшін ешқандай қиындық тудырмауы керек. Келесі мысал мынадай болсын. Мысалы 4 азайту 10 деп тұрмыз. Алдыңғы есептерден не айырмашылығы болып тұр? Айырмашылығы сол, кіші саннан үлкен санды азайту керек. Дәл осындай мысалды көрген кезде, тіпті кейбір жоғарғы сыныптың оқушыларының өзі кейде сасық болады. Ой, ағай, апай, кішкентай саннан үлкен санды азайтуға болмайды ғой. Бұл қалай болды деп қиналып қалады. Бұл енді ұят тірлік болады. Сондықтан мені жақсылап қарайық енді. Алдыңғы есептердегі құпияларды ашайық бұл жерде де. Құпия дегеніміз әр санның таңбасын ашайық. 4 емес, плюс 4 тұр. Ал енді теріс санды қалай жаздық біз дегенде? Оны бөлек жақшаның ішінде жазып көрсетсек, ол түсініктірек болады деп отырмыз. Сол себептен мұны да былай деп жазамыз. Яғни бұл жерде қандай амал орындауымыз керек екен? Оң сан менен, яғни плюс 4 пенен теріс сан минус 10-ды қосу керек екен. Оң сан мен теріс санды қосу керек екен. Ал ол іс жүзінде азайту немесе айырма түрінде жазыла салады екен. Ал мағынасы оң сан мен теріс сан қосылып тұр деп түсінуге болады. Ол кезде не істейді дегенде? Ол кезде бір арнайы ережені тақпақ сияқты жаттап алған дұрыс болады. Кейін үйреніп кеткеннен кейін ол тақпақ өзінен өзі естен шығып кетеді. Тақпақ мынадай: егер қосылғыштардың екеуінің таңбасы әртүрлі болса, ондай жағдайда үлкенінен таңбасына қарамастан үлкен саннан кіші санды азайтамыз. Яғни дәл осы жағдайда 10-нан 4-ті азайтамыз. Тағы да айтамын, таңбасына қарамай. Оннан үлкеннен кішісін азайтамыз. Оннан 4-ті аламыз. 6 деп жазып қоямыз. Бірақ алдынан кішкене орын тастап кетеміз. Өйткені минус таңбасы болуы мүмкін. Үлкеннен кішісін азайтамыз. 10-нан 4-ті азайттық, міне 6 болды. Кейін үлкен санның таңбасын қоямыз нәтижеге. Үлкен сан қайсы? 10. 10-ның таңбасы қандай? Минус. Міне сол үлкен санның таңбасын нәтиженің алдына қоямыз. Міне. Сонда біздің тақпағымыз, немесе тақпақ түріндегі ережеміз мынадай болады. Егер қосылғыштың таңбалары қарама-қарсы болса, әртүрлі болса, онда үлкеннен кішісін азайтамыз, үлкеннің таңбасын қоямыз. Міне екі жолдан тұратын тақпақ. Бірақ бұл әшейін жатқа айтып беретін тақпақ емес. Бұл әр қатарын орындауға тиісті. Әр қатар орындалатын тақпақ. Тағы да айтамын, кейін өзі үйреніп кеткеннен кейін өзінен өзі естен шығып қалып қояды бұл тақпақ. Бірақ бастапқы кезде осыны пайдаланған өте пайдалы болады. Мен мұны тәжірибемнен жақсы білемін. Сол себептен мына жерде де ережені қолданайық. Үлкеннен кішісін азайтамыз, оннан 4-ті азайтамыз. 6. Үлкенінің таңбасын қоямыз. Оның таңбасы минус. Олай болса нәтижеде минус 6 шығады. Дәл осы мысал сияқты жағдайларда қате көп жіберіледі. Тағы да айтамын, жақсылап ұғып алу керек мынаны. Тағы бір мысал келтіре салайын осыған. Мысалы 21 азайту 35. Көріп тұрмыз, кіші саннан үлкен сан азайтылып тұр. Олай болса, бірден тақпақ түріндегі ережемізді еске түсіреміз. Үлкеннен кішісін азайтамыз, таңбасына қарамастан үлкеннен кішісін азайтамыз.
яғни 35-тен 21-ді азайтамыз. Онда 14 болады. Үлкенінің таңбасын қоямыз. Үлкені 35, 35-тің таңбасы минус, сол минусты нәтиженің алдына қоямыз. Бұл минус 14-ке тең болады. Немесе мұны тақпақты керісінше пайдаланғанда мүмкін тиімді шығар. Мысалы, тағы бір мысал қарастырып тастай салайық. 9 азайту 20 дейік. Біз бұлай қылсақ болады. Үлкені қайсы? 20. 20-ның таңбасы қандай? Минус. Сол минусты бірден қойып ала салған дұрыс шығар мүмкін. Содан 20-дан 9-ды үлкеннің кішісін азайта саламыз. Ол 11 болады. Сонда бірден теріс сан түріндегі жауап шығады. Мүмкін осылай істеген пайдалы болатын шығар. Міне, осы жағдайды тағы да айтамын. Жақсылап есте ұстап қалу керек. Өйткені көп қате жіберілетін жағдайды қарастырдық. Негізі қиын емес. Ал бастапқы кезде әлгі айтқан тақпақ түріндегі ережені жаттап ала салу керек. Үлкенінің таңбасын қоямыз, үлкеннің кішісін азайтамыз. Дәл осы ережені біз келесі мысалға да қолдануға болады. Міне мысалы, мынандай мысал көрсетейін. 9 минус 20 емес, 20 минус 9 бола қойсын. Бұл енді тіптен оңай ғой енді. Бастауыш сыныптарда жақсы біледі. Бірақ мен бұл мысалды алып отқандағым, жоғарыда айтқан тақпақ түріндегі ережеміздің осы жағдайға да дұрыс болатындығын қолданып көрейік кішкене. Үлкеннің таңбасына қараймыз. Үлкеннің таңбасы қандай? Плюс 20. Яғни плюс болады. Плюс жазылмайды, алдында айттық. Ал олай болса, үлкеннің кішісін азайта саламыз. 11 болады. Міне, сонда плюс 11-ге тең. Мұны әркім ақ біледі, бірақ біз тақпақ ереженің бұл жерде де дұрыс орындалатынын көрсеттік. Яғни біздің тақпақ ережеміз көп жағдайда дұрыс болады екен. Бірақ әсіресе, міне алдыңғы айтқан мысалдарда, міне мына мысалдарда сол тақпақ ереже өте көп үлкен көмектеседі. Келесі мысалға өтейік енді. Келесі мысалға. Енді былай болсын. Минус 3. Бірден теріс саннан басталып отыр есебіміз. Ары қарай кеттік енді. Осыған қосу керек 2-ні. Алдың мысалдармен салыстырып қарайықшы. Бұл ерекше мысал болып тұр енді. Ал мұның қызығы қандай екен? Мұның қызығы көп. Міне бірінші қызығы. Бірінші қызығы бұл қосылғыштардың, немесе алдыңғы есептердегі қосылғыштардың да орнын еркін ауыстыруға болады. Орнын ауыстыруға болады. Мысалы біз бірінші плюс 2-ні жазып алсақ болады, кейін минус 3-ті жазып алсақ болады. Міне қарап отырсақ, екі қосылғыштың бастапқы орнын ауыстырып жібердік, бірақ есте ұстайтыны олардың таңбасымен бірге ауыстырдық. Міне осыны есте ұстау керек. Қосылғыштардың орнын ауыстыруға болады, бірақ оларды ауыстырған кезде таңбасымен бірге ауыстыру керек. Таңба әрбір қосылғышпен бірге ажырамас түрде жүру керек. Міне. Өте маңызды мәселе, тағы да айтамын. Бұл оншық емес, көп қате жіберіледі. Сондықтан жақсылап мән беріп қарау керек. Ал енді біз алдыңғы есептерде айтты, қайта-қайта айтып жатырмыз. Плюс таңбасы негізі жазылмайды. Олай болса, негізінде бұл 2 азайту 3 деп жазылады. Ал мұндай мысалды біз алдын ғана қарастырдық қой. Ал тақпақ ережемізді пайдаланайық, өйткені қосылғыштардың таңбасы әртүрлі. Бірден тақпақ ережені пайдаланамыз. Үлкеннің таңбасы қандай? Минус 3-тің таңбасы минус. Минусты қойып аламыз. Үлкеннің кішісін азайтамыз. 3-тің 2-ні азайтамыз.
1 болады. -1 шығады сонда. Міне, бұл есепте осылай шығаруға болады, бірақ бұл созылып кетті ғой. Созылып кетті. Бірақ түсінуге пайдалы. Ал енді біз қысқа іс жүзінде қалай шығаратынымызды қарастыра салайық. Міне сол есепті қайтадан жасайын. Бірден тақпақ ережені пайдаланамыз. Міне қысқа жолы. Үлкеннің таңбасы қандай? -3-тің таңбасы минус. Қойып аламыз. Үлкеннің кішіні азайтамыз. 3-тен 2-ні азайта саламыз. Ол 1-ге тең. Бірден -1 топ етіп шыға салады. Міне іс жүзінде осылай қысқа ғана орындалады. Тіпті келе біртіндеп жоғары сыныптарға барғанда оқушылар бұндай амалдарды автоматты түрде ешқандай бір ойланып та жатпастан көзбен ақ орындай салады. Бірақ әрине әрқашан абай болу керек. Болмағыр жерден қате кетіп қалса өте өкінішті болады. Ондай жағдайды көп көреміз біз. Сол үшін мына минус таңбасыменен арнайы шұғылданып отырмыз. Сол қателерді болдырмау үшін. Жақсылап мән беріп оқып алу керек, үйреніп алу керек. Көп жаттығулар орындау керек. Енді келесі мысалға өте береміз ау. Келесі мысалға өте берейік. Келесі мысалымыз тағы да басқаша болады. Мысалдардың әртүрлі екенін көру үшін мен әртүрлі қаламның түсін өзгертіп отырмын. Келесі мысалымыз ол да қызық. -6 бола қойсын. -7 бола қойсын. Ал алдыңғы мысалдармен салыстырайық. Не ерекшелігі бар бұл есептің? 2 қосылғышта теріс таңбалы. Бұл жерде мен тағы да таңбаларды анықтай кетейін. Біріншісі -6 ол теріс сан. Оны жақшаға алып да жасады кейбір кезде. Жақшаға алмай да жазуға болады, өйткені бұл санның алдында ештеңе жоқ та, еш нәрсе жоқ. Ондай кезде жақшаны қоймай-ақ қойса да болады. Жақшамен береді кейде. Сондықтан жақшаны да түсіну үшін мен жақшаға алып жазайын. Енді келесі қосылғышты оны былай түсіну керек. -6-ға теріс -7 санын қосып отырмыз. Қысқасы бұл есепте 2 теріс санды қосу керек. Міне құпиясы ашылды. Азайту сияқты көрінеді бірінші қарағанда. Ал негізінде түпкі мағынасы 2 теріс санды қосу керек. Бұл жағдайда қандай амал істейміз дегенде, бұл жерде өзінің ерекшелігі бар. Жақсы мән беру керек. 2 теріс санды қосу керек болғанда, міне бірден минус таңбасын қойып ала салу керек. Өйткені нәтиже теріс сан шығады. Содан кейін сандардың өзін, таңбасын ескермей, сандардың өзін қоса салу керек. 6 мен 7-ні қоссақ 13 болады. Міне нәтиже сонда -13 болады. Теріс сандарды, 2 теріс санды, или бірнеше теріс санды қатарынан беретін болса, ол азайту емес екен, ол қосу екен. Барлық сандарды қосып, теріс таңбамен алу керек екен. Міне, мұны мен оқушыларға үйреткенде әтейе ат қойып қойғам. Теріс қосу деп ат қойып қойғамын. Сол атыменен атап ерекшелеуге де болады. Сонда бір-бірімен әңгімелескенде, теріс қосу ғой дегенде, бір-бірімізді бірден түсінетін болуымыз керек. Тағы бір мысал көре салайық. Өйткені бұл өте керекті жағдайлар. -1, -2 десе, міне 2 қосылғышымызда теріс, олай болса теріс қосу болады. Минусты қоя саламыз да, 1-ге 2-ні қосып 3 дей саламыз. -3 болады.
өте жеңіл шығарылады. Мұны кішкене салыстырып өтсек болады. Бұл неге ұқсайды дегенде, бұл кәдімгі оң сандардың қосуына ұқсайды. Міне екі оң сан қосылып тұр. Мұны бірінші кластың баласы да біледі. Бірге екіні қосса, 3 дей саламыз. Ал негізінде не болып жатыр дегенде, екі қосылғышта оң болса да, нәтиже оң шығады екен. Бірақ плюс жазылмайды. Бірге екіні қоса саламыз, плюс 3 шығады. Тек қана плюс таңбасы жазылмайды бұл жерде. Болмаса, міне теріс сандардың теріс қосуы мен оң сандардың оң қосуы екеуі ұқсас. Тек таңбаларында ғана айырмашылық бар. Осыны есте ұстау керек.